12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. Иә, Нұртас. Нұртас? Иә. Сен енді шетелде жүрген студенттердің мәселесімен айналысатын болдың ба? Иә, болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқып жүрген семейлік студенттердің барлық істерімен танысып шықтым. Қалай өздері, дұрыс па? Жақсы. Білімдерін алып жатыр. Тек өкінішке орай бір студентіміз төлқұжаттарын жоғалтып алыпты. Әке-шешесі келіп кетті. Шамам келгенше құжаттарын қалпына келтіруге тырысып жатырмын. Ондай жұмыспен мен де былтыр айналысқам. Бір турист сөмкесімен төлқұжаттардың бәрін жоғалтып алыпты. Содан Сол көмектестік. Төлқұжаттардың бәрі дереу арада жасап бердік. Сөйтіп аман-есен еліне оралды. дұрыс болған екен енді. Біздің жұмысты білесің ғой, Нұртас. Шетелде жүрген қазақстандық азаматтардың халін ойлап, көмектесіп, қолғабыс беруіміз керек. Оның дұрыс енді. Айтпақшы, Дидар қалай? Дидар жақсы. Ғазиз екеуі цех толық сатып алды. Солай ма? Жабдықтарын әкелді. Әйтеуір жалға алу, үстеме төлеу деген пәлелерден құтылдық. Салығын төлеп, өздері үшін еңбек етіп жатыр. Әнем өте пысық жігіт. Өте. Әйтеуір сабағына үлгеріп жүр. Өз кәсібі бола тұра жоғары білім керектігін түсінді. Әрине. Әнің әлі талай белестерді бағындыратынына мен сен. Рахмет досым, айтқаның келсін. Өткен 90-да біздің пайдамыз 11% артты. Жақсы хабар екен. Тек қана осының бәрін қалай есептейсің? Енді мен сабақтан қалмаймын ғой. Соның арқасы. Иә. Маған да оқу бітіріп алу керек еді. Мүмкіндігім болмады. Енді өкініп жүрмін. Білесің бе, менің ағам айтпақшы, ештен кеш жақсы. Әсіресе білім алғанда. Мен оқуға түссем, ақша кім табады? Ал сен сырттай оқуға түс. Сонда білімді де аласың, жұмыссыз да істейсің. Түк қиындығы жоқ. Бұл ойланатын нәрсе екен. Ойлан, жақсылап ойлан. Тек әрі-бері теңселе бермеш. Не болды? Мазаң болмай тұр ма?
Аздап. Соншама не болды? Ісіміз тәубе жүріп жатыр. Кешікпей тағы 2 жұмысшы жалдай аламыз. Дидар, есеп қисабымды аяқтаған соң сөйлесейікші. Қазір? Міне шығысты кірістер реттелді. Ал. Не енді мен? Біздің ортақ кәсібіміз туралы. Иә. Оған не болды? Бизнесіміз қарқындап келеді. Сенің жиһаз жасаудан басқа іспен айналысқың келмей ме? Әрине басқа іспен айналысқым келмейді. Маған жиһаз шығару ұнайды. Клиенттеріміз де риза. Бәрібір ойланып көрші. Ойланғам. Жоқ, болмайды. Өкінішті. Айтшы достым, сен сонда немен айналысқың келеді? Түсінесің бе? Маған мейрамхана бизнесі ұнайды. Онда былай болсын. Егер саған сол іспен айналысу ұнайтын болса, алғашында шағын кафе аш. Өз бизнесің болады. Ал мына цех менде қалсын. Менде оған қаражат жоқ қой. Біздің кәсіпорнымыздың ақшасын теңдей етіп бөлеміз. Сен өз сыбағаңды мейрамхана бизнесіне жұмсай аласың. Олай бола ма? Болғанда қандай? Ал егер алда-жалда жолың болмай қалып жатса, осында қайтып келесің. Әрі қарай жұмысымызды бірге жалғастырамыз. Сенімдісің бе? Неге болмасын? Саған мейрамхана бизнес ұнайды. Ал маған жиһаз жасау ұнайды. Енді сол үшін екеуміз жаға жарыспаймыз ғой. Иә, несі бар? Сенің көңілге қонымды. Әріптес, бұл мәселе жайында ертең таңертең сөйлесейік. Жарай ма? Жарайды. Қайда кетті? Қалай, Дидар? Амансың ба? Не іздеп жатсың? Менің сынақ кітапшамды көрмедің бе? Жоқ, жоғалттың ба не? Мына цехтың құжаттарын қайта тіркеймін деп басым қатып жүргенде қайда қалғанын да білмеймін. Ғазиз екеуің цехты не? Қайта тіркемекшісіңдер ме? Иә, біз бизнесті бөлетін болдық. Ұрысып қалдыңдар ма? Тату едіңдер ғой. Жоқ, ұрысқан жоқпыз. Ғазиздің арманы мейрамхана бизнес екен. Иә. Ал мен болсам жиһазды шығаруды ары қарай жалғастырамын дедім. Сондықтан екеуміз таласып жүрмес үшін мен оған өз бизнесімді аш деп кеңес бердім. Алғашында көмектесіп тұрам дедім. Жалғыз өзің бизнесте жүрсең, сабағыңа зиян тиіп жүрмей ме? Уайымдама Нұртас. Фирмамда жауапты қызметкерлер жұмыс істейді. Таңнан кешке дейін жұмыста болуымның еш қажеті жоқ. Жарайды, өздерің білесіңдер. Қайда қалды? Айтпақшы Нұртас. Әкемізге айтып, отбасымызды семейге көшіріп алсақ қалай? Бәріміз бір шаңырақ астында тұрар едік. Шынымды айтсам, өзім де соны ойлап жүрмін. Ендеше әкемізге айтайық. Мадинаның жақсы келін Аняны алсындар, бізге көшіп келсін. Қалай әкеміз келсек деп ойлайсың ба? Білмеймін енді. Айтып көрейік.
Мен сөйлесіп көрейін. Жақсы. Қап, қысына ақшаға дейін. Қалтамды қарамаппын ғой. Іздемеген жерім жоқ. Дидар. Жарайды, Нұртас. Кеттім мен. Байқа жүр. Нұртас пен Дидардың қалдары қалай екен? Әке, сөйлеспедіңіз бе? Нұртас кеше телефон соққан. Оны неге айтпадыңыз? Алдымен ойланып алайын дедім. Оларға не болған? Қиын жағдай ма? Жоға, Құдайға тәуба. Оларда бар ойдағыдай. Онда не туралы ойланамын дейді? Нұртас пен Дидар семейге көшіп келіңдер. Бірге тұрамыз дейді. Тамаша ғой, әке. Бәріміз бұрынғыдай бір отбасы болып бірге тұрамыз. Керемет емес пе, е? Иә, мен де соны қалаймын. Әке, дереу көшейікші. Соны қашан көшеміз? Балалар, асықпаңдаршы. Мен Нұртасқа әлі нақты жауабымды берген жоқпын. Ақылдасайық. Мына өздерің туып өскен үйді сатуымыз керек. Қаладан жайлы қоныс табуымыз керек. Бөтен қалада дос, көрші, туыста жоқ. Соның бәрін ойлануымыз керек қой. Рас айтасыз. Мен оны ойламаппын ғой. Көршілеріміз тастап қалай көшіп кетеміз? Оның кесесіне басымыз қайта қосылады. Соны армандап жүрміз ғой. Сонымен әке, қалай шештіңіз? Әлі бір шешімге келе алмай жатырмын. Ақылдасып жатырмыз ғой. Мен көшіге дауыс беремін. Қалада тұруды армандайтынмын. Нұртас саған тамаша қала дейді. Ал мен биыл оқу бітіремін. Оқу орнын әлі таңдаған жоқпын. Семейдегі университеттердің бірінде оқылмақ келеді, әке. Соңғы кезде ауылдың оқиғасын естісем, жүрегім ауырады. Бәлкім, қалада өміріміз басқаша болар. Онда шешілді. Көшеміз. Алақай! Рахмет, әке. Керемет болды ғой. Әке, бұл шешіміңіз өте дұрыс. Бәрін бір Алла біледі. Әке, рахмет. Амансың ба, Ғазиз? Аманшылық, Дидар. Не жинап жатсың ба? Иә, жаңа офис тауып қойдым. Бауырым-ау, кафені ашқан кеше ғана емес пе? Босқа шығындалғанша осында қала берсең қайтеді? Пейіліңе рахмет. Алайда бизнесіміз екі айырылған соң, кеңсеміздің де екі бөлік болғаны жөн. Және жалдау ақысы да қымбат емес. Өзің көрерсің енді. Досым, өкпелеп қалған жоқсың ба? Несіне өкпелеймін? Кафені ашып ал деп айтқан өзім емес пе? Түсінгеніңе рахмет. Оны қойшы. Ғазиз, жалпы білесің бе, мына бизнес екеміздің сыйластығымызға ешбір көлеңкесін түсірмеу керек. Сендей досым бар екен, мақтан тұтам, Дидар. Жүр, жаңа офисімді көрсетейін. Ренжімеш, бірақ бүгін емес. Менің клиенттерім келу керек еді. Ал ертең міндетті түрде көруге барам. Жақсы, ертең күтем. Жарайды.
Иә. Ассалаумағалейкум, Нұртас Мәуленұлы. Амансыздар ма? Келіңіздер, отырыңыздар. Иә, қандай шаруамен келдіңіздер? Студент Берік Қасымовтың ата-анасы едік. О, Сіз шетелден келуіне көп көмектесіп едіңіз. танысқаныма өте қуаныштымын. Ұлдарыңыз қалай? Шүкір, сіздің арқаңызда Берік аман есен елге келді. Иә, одан хабардармын. Жөн, дұрыс болған екен. Мың алғыс. Қатты уайымдап едік. Берік өзі келе алмады, бірақ сізге сәлемін айтып жіберді. Бұл менің жұмысым ғой. Шетелде жүрген өз азаматтарымызға көмектесуге әрқашан дайынбыз. Сондықтан алғыс айтуларыңыз енді артықтау болар. Оны дегеніңіз, сізге деген шағын сыйлығымыз бар еді. Қабыл алыңыз. Бұларыңыз не? Бұл алтын қалам, алтын жаратылған қалам. Бір кәдеңізге жарап қарап, алыңыз енді бізден ескерткіш болсын. Ақ жүректен беріп отырмыз. Мен түсінбей қалдыңыздар. Маған не үшін сыйлық беріп отырсыздар деймін. Сіздің көмегіңізге біздің ризашылығымыз бұл. Жоқ, бұны ала алмаймын. Оныңыз не? Бұл сапалы, әрі қымбат қалам. Әлде ұнамай отырма. Алыңыз енді қойыңыз. Алыңыз, ескерткіш болсын. Мәселе ол емес. Аға, жаңа айттым ғой. Жердің қай бөлігінде жүрмесін, өз азаматтарымызға көмектесу менің міндетім. Әр сол жұмысым үшін сыйлық ала алмаймын. Бұларыңыз артық. Өтінемін, алыңыз енді. Алыңыз енді бізден. Алыңыз. Жоқ апай, сыйлықты қайттан сөмкеңізге салып қойыңыз. Ұлдарыңызға менен үлкен сәлем айтарсыздар. Табысты болсын. Жарай ма? Онда кешіріңіз. Рахмет, біз қайтайық. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сізге рахмет. Сау болыңыздар. Жарайды онда. Жолдарыңыз болсын, байқап жүріңіздер. Жолыңыз болсын, жолыңыз болсын. Жақсы, жақсы. Үйдегілер ма? Иә. Жақсы жаңалық бар. Иә, қандай? Әкем үйде сатты. Енді ертең Семейге қарай шығатын болды. О, тамаша болды ғой. Онда бізге басқа үй алу керек. Иә, мына жер бәрімізге тар болатын анық. Кеңірек пәтер керек. Иә. Ертеңнен бастап хабарландыруларды қарастырамын. Ал бүгін цехты бар күзетуім керек. Не үшін? Түнде біреу сыртқы құлыпты бұзып, ішке кіріпті. Қой? Иә. Ештеме жоғалмады па? Мәселе сонда, ештеңеге тиіспеген. Басқа мақсатпен кірген сияқты. Құлыпты бұзып кіріп, ештемеге тиіспесе, онда ойлар бөлек болды олардың. Олардың қайтып келуі мүмкін. Мені сол алаңдатып тұр. Сен жалғыз жібере алмаймын ғой енді. Нұртас, сен онсыз да жұмысын бастан асады. Оның үстіне Ғазиз менімен бірге күзетем деп уәде берген. Ғазиз барады ғой. Міндетті түрде барады. Онда абай болыңдаршы. Бәрі сендер ойлағаннан да күрделі болып шықпасын. Ал жақсы, мен онда кетейін. Жақсы, абай бол. Байқаңдар. Не ойыңдама. Түсінсем бұйырмасын. Бүгін түнде олар неге келмеді екен? Ол опасыздар оңайшылықпен беріле салатынына мен сенбеймін. Олар тағы да келеді. Қарада тұр. Ертеңінде тағы да цехты күзетемін. Оларға бизнесіме кедергі жасауларына
оңайлықпен жол бере қоймаспын. Мен де сенімен бірге күзетте болам. Маған сенің не болады? Рахмет, Ғазиз. Бірақ сен тағы да ұйықтамайсың ғой. Онсыз да жұмыстарың бастағансып жатыр. Мен үшін алаңдама. Мен қазір үйге барам да, ұйқымды қандырып алам. Кешке осында қайтып келем. Дидар, мен саған қарыздармын. Сені қиын сәттерде тастап кете алмайм. Рахмет, Ғазиз. Сен нағыз доссың. Жарайды. Жақсы. Әке, неге ерте тұрып алғансыз? Қармақтарымды мүлдем ұмытып кеттім. Қой жаздырған екен. Сол қармақтарыңыз қалада керек болады деп ойлайсыз ба? Енді қызым, ертістің жағасында бала аулам енді. Жарайды. Бірақ кешеден бері шаршадыңыз. Қармақтарыңызды жолға шыққанша жинап алар едіңіз ғой. Иә, солай ғой. Шынымды айтсам, түк ұйқым келер емес. Көшетін болғандықтан ба әке? Солай шығар. Небір ойлар миға кіріп, тыныш жатқызбайды. Иә. Шынын айтсам, менде де солай. Қалада бәрі басқаша болатын шығар. Осы қызымыз қателескен жоқпыз ба? Үйде бекер сатты ғой. Бұл үй біздің тарихымыздың куәсі. Бірақ Дидар мен Нұртастың айтқаны жөн. Бүкіл отбасымызбен бірге болсақ, жақсы емес пе әке? Иә, оның да рас. Қалада сендер үшін мүмкіндік көп. Әлі болса жассыңдар. Болашақтарың алда. Иә, дұрыс айтасыз. Бәрі жақсы болады. Көресіз әлі, бәрі жақсы болады. Ал енді жатып ұйықтап алыңыз. Мәдина, сен бара ғой. Жарайды әке. Сіздің орныңызда болғанда, мен тынығып демалып алар едім. Я, ештеңе етпес. Қалаға бармасын тынығармыз. Жарайды әке. Отыр! Бизнесмен, біз саған тимейміз. Егер өзін тәртіп ұстасаң, әрине. Өткен түнде менің цехыма кірген сендер ме? Иә, біз. Не болды? Түсінсеңші, коммерсант. Бұл бизнес жаңғы жұмыс істеуге болмайды ғой. Не керек сендерге? Біздің қожайын сенің бизнесін жартысын көрмекші. Не? Ендеше қожайын айта бар. Ақымақ тапқан екен. Отырсың. Өзіңе жаман болмады ғой. Жібердім. Дидар, мен сөмкемді ұмытып кеттім. Мынауың кім тағы? Тұр! Былай тұр! Орлы! Тұр! Сендер әлі өкінесіңдер. Қатты өкінесіңдер. Мынауың кім тағы? Жігіттер, мен жай ғана хатшым. Ақша керек қой сендерге, е? Керек емес бағам сенің тиын тебенің. Жібер! Отыр!
Отыр деймін саған. Кім жіберді сендерді? Айтқан бәрін. Тимур Райжанов. Өзімді сөйлеме. Анышын? Не? Ғазиз екеуміз 2 жыл бұрын соның цехында жұмыс істегенбіз. Қазір оның қалталы клиенттері бізге өткен. Сондықтан бізге тісін қайрап жүр. Милиция шақырып келейін. Ойындарың осымен бітті. Бүгін бір мазасыз күн болды. Саған рахмет, Нұрдас. Жарайды. Бастысы анау бұрынғы бастығың заң бойынша әділ жазасын алып бизнесіңе қауіпін төндірмесе болды. Ол өз кінәлі. Іштарлық жарға жығатынын түсіну керек. Бизнес адал жолмен жасалады. Енді олардың түрмеде отырып әбден ойланатын мүмкіндіктері бар. Нұртас, егер сен болмағанда мен қазір жоқ болар едім. Көш енді. Басы сәтті аяқталды ғой бәрі. Аман есен үйге келдік. Дұрыс айтасың. Басы сол. Ал, онда мен барып жақсылап тұрып бір ас әзірлейін. Қазір. Сонымен қайтадан бәрін бірге тұратын болдыңдар ма? Бірнеше жыл екі жақта жүрдік. Енді қайттан біргеміз. Өздерін қатты сағынды. Дұрыс. Сен бүгін жұмыстан ертерек қайт. Туыстарыңды жақсылап қарсы ал. Бітпей қалған бір істерім бар. Олар Дидар қарсы алады. Мен үйге барған соң жүздесем. Өзің біл, Нұртас, ендеше. Ертең Семейге жер жүзінен көптеген журналисттер келеді. Есіңде ме? Қазақстан Халық Ассамблеясының құрылуына орай баспасөз маслихат өтеді емес пе? Сол журналистердің ішінде сенің досың Акико Кавайда бар. Қош. Акико ма? Дәл өзі. Өзімен қайтадан жүздескім келіп жүреді. Ендеше сенің ондай мүмкіндігің бар. Жақсы. Арман, рахмет, мынауың шын жақсы хабар. Сен риза болсам болды, досым. Ендеше мен өз кабинетіме барайын. Көріскенше. Жақсы. Ал, үй деген осы. Кіріңіздер, әке. Қандай әдемі. Маған беріңіз. Енді бәріміз осы үйде тұрамыз ба? Ендігі үйіміз осы. Бақандай 4 бөлме. Рас айтасың ба? Онда барып қарап келейін. Бара. Мен де. Бұрынғы үйде қайдан болсын. Сонда да жаман емес. Көңілмен шығып тұр. Балкон бар ма өзі? Бар болғанда қандай екен? Бір емес, 2 балкон бар. Онысы жақсы екен. Онда жазда көкөніс өсіремін. Оны қайдесіз, әке? Оны дүкеннен сатып аламыз ғой? Балам-ау, қашан біз дүкеннен көкөніс алып едік. Анаң екеуміз өмір бойы өзіміз өсірдік қой. Бөлмелердің бәрі үлкен екен. Және жарық. Ал сендер аспен үйді көрдіңдер ме? Көрдік. Қалай екен? Енді білмеймін, біраз үйрену керек сияқты. Ештеңе етпейді, үйренесіңдер. Балаларым, біз жаңа ортаға бейімделуіміз керек. Тіпті мына диванға да. Үйде бәрі басқада еді ғой.
Ендігі үйіміз осы әке. Балам-ай. Бұған да көндігеміз де. Ештеңе етпейді, әлі үйреніп кетесіздер әке. Дидар дұрыс айтады, әлі үйреніп кетесіздер. Амансың ба балам? Амансыздар ма? Қалдарың қалай? Амансыз ба әке? Ал бауырым жақсы келді. Қалың жақсы ма? Жақсы. Өзің қалайсың? Рахмет, жақсы. Қош келдіңіздер. Нұртас, сені де көретін күн бар екен ғой. Біз сағындық. Мен де сағындым жаным. Бәрін сағындым. Енді бәріміз бірге боламыз. Енді біргеміз. Мадина тамақты жақсы дайындайтын болыпты. Өте дәмді болды. Рахмет, бәрі анамыздың рецепті бойынша. Дұрыс. Сендер үйдің тамағын сағынған шығарсыңдар. Сағынсақ та әке біз Нұртас екеуміз кезектесіп дайындап жүрдік. Бірақ бұндай дәмді болмайтын еді. Дайындықтарыңыз аз болды ол. Жақсы келді. Енді қазан ошақ дегенді ұмытасыңдар. Өзім дәмді ас әзірлеп беремін. Ал қалада немен айналысатындарыңызды ойладыңыздар ма? Мен университетке тапсырғым келеді. Қандай мамандыққа? Салық комитетінде жұмыс істесем деймін. Салық? Иә. Салық жинаушы? Мен сені математика мұғалім болады деп жүрсем? Әке, онда да сандармен жұмыс істейді. Әрі бұл қызмет арқылы мемлекетке пайда келтіре алам. Иә әке, Мадинаға дұрыс, өте жақсы таңдау. Салық төлеуші ретінде оны қолдаймын. Рахмет деді. Оқасы жоқ. Ал әке, сіз ше? Немен айналсам деп шештіңіз? Білмедім балам. Маған мына орта таныс емес. Қалаға қалай үйретіп кетерімді білмей жүр. Уақытша нәрсе ғой әке. Өмір бойы ауылда өскен сіздерге басында қиын болар. Бірақ біз Нұртас екеуміз сіздерге көмектесеміз. Иә, әрине. Қалай? Енді менің жұмысым жақсарып келеді. Жақында шағын жиһаз дүкен ашсам ба деймін. Оның дұрыс болған балам. Құтты болсын. Рахмет әке. Сізге ұсынысым да бар. Маған? Ұсыныс? Сізге? Енді менің уақытым жоқ. Дүкенді біреу басқару керек дегендей, сізге әріптес болыңыздың. Солай ма? Әке, келсе қойыңыз. Балам, мен қолымнан келмейді ғой. Мен болсам өмір бойы көк төмірмен алысқан адаммын. Дүкенді қалай басқарам? Әке, қорқатын несі бар? Істеп көріңіз. Бәлкім ұнап та қалар сізге. Иә әке, бәрін өзім үйретем. Адамдармен аралассыз сөйтіп қалаға тез-ақ сіңісіп кетесіз. Иә. Жарайды балалар. Бірақ ойланайын. Ойланыңыз. Бүгін ойланыңыз. Ал ертең цех пен офис көрсетуге алып барайын. Болмады ғой балам. Ертең барсам барайын. Дұрыс болды әке. Дұрыс болды әке, барыңыз. Ал Нұртас. Мадина. Акико, сізге баспасөз конференциясы ұнады деп ойлаймын. Ой, ұнады. Қазақстан халықтарының ассамблеясын құру деген тамаша идея. Сіздердің көпұлтты мемлекеттеріңіз үшін бұл тарихи шешім болып табылады. Дұрыс айтасыз. Нұртас, сізбен жүздескеніме қуаныштымын.
Сізге Такеши сәлем айт. Маған да, Акико. Сізді бір сәтте естен шығарған жоқ па? Өлімнен құтқарған адамды ұмыту мүмкін бе? Одан бері талай уақыт өтті емес пе? Я, содан бері 4 жыл өтіпті ау. Сол аралықта мемлекеттеріңіз қарыштап алға дамыпты. Адам айтса, нанғысыз. Оныңыз рас. Мархабат. Айтпақшы, ініңіз жақсы келдінің жағдай қалай? Жақсы келді. Сол бұрынғы қалпы. Бірақ бұрынғыдай емес, қазір өмірге деген құлшынысы зор. Жақсы келдінің қос шырағы қайта жанатын күн алыс емес. Кезегі жақындап қалғандығы туралы өткен жолы жазып едім ғой. Амандық болса, ота жасатамыз. Иә, Акико, есіңізден шығармағаныңызға рахмет. Нұртас, менің сізге жақсы жаңалығым бар. Енді 2 аптадан кейін жақсы келді Жапонияға ота жасатуға барады. Не? 2 аптадан кейін, шын ба? Я, рас. Бері келерден бұрын дәрігерге кіріп шыққанмын. Акико, мұнауыңыз қуанышты хабар екен. Менің бауырымды қатарға қосу үшін қолыңыздан келгеннің бәрін жасап жүрсіз. Көп рахмет сізге. Жақсы келдіні қаншалықты жақсы көретіндеріңізді білем ғой. Мына сүйінші хабарды жақсы келдіге тезірек жеткізуім керек. Акико, жақсы келдімен танысқыңыз келе ме? Әрине танысқым келеді. Бұл жақсы хабарды бауырым сіздің өз аузыңыздан естісе деп едім. Мен бе? Иә, Акико. Жарайды, айтайын Нұртас. Онда ертең біздің үйге қонаққа келіңіз. Әлбетте. Тамаша. Кешіріңіз. Жақсы келді? Үйдегілер қайда? Сәлем, Нұртас. Мадина мен Аня базарда жүр. Әкем болса Дидардың кеңсесіне кетті. Жарайды, оларға кейін айта жатармыз. Нені айтасыз? Қасыңызда біреу бар ма? Жақсы келді. Домбыраң бере тұршы. Өзің сезіп тұрғандай, жалғыз келген жоқ. Саған қонақ ала келдім. Маған қонақ? Иә. Ол кім екен? Менде мұнда достарым жоқ қой. Олай деме. Саған ең жақын досым Жапониядан келді. Сәлеметсіз бе, жақсы келді? Сәлеметсіз бе. Менің атым Акико. Жапониядан келдім. Мен журналист. Акико қалай? Жапон журналист. Есіңде ме? Иә, сіз туралы көп естігем. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Әрі сізге жақсы хабарым бар. Саған әкелген жақсы хабары бар. Жақсы хабар? Ол қандай хабар? Ағаңыз екеуміз сізді ғаріптіктен құтқару үшін талмай іздендік. Сол сәт енді келген секілді. Кешіріңіз, Акико, мен сізді түсінбей тұрмын. Сізге 2 аптадан кейін Жапонияда ота жасалады. Жолға дайындалыңыз. Сенің көзіңе ота жасау керек. Бұйырса сол отаны 2 аптадан соң Жапонияда жасайтын болдық. Рас па? Рас. Рас па? Шын айтасыз ба? Шын айтып тұрмын, бауырым. Қайта көретін мүмкіндігің пайда болды. Сен алмай тұрмын. Рахмет, Нұртас аға. Рахмет. Алғысты маған айтпа. Акикаға айт. Акико, рахмет. Үмітімді үзіп едім. Мәңгі қараңғы дүниеде қамап қалам деп ойлағам. Олай деме, бауырым, олай деме. Бұйырса бәрі оңынан болады.
мына жарық дүниені қайтадан өз көзіңмен көретін боласың. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Акико. Мағұрым. Шүкір. Қалай екен, әке? Иә, сиықтың арасында да жақсы екен. Шағын болса да шаруаға жарап тұр. Жарайсың балам. Рахмет, әке. Сізге ұнаса болған. Кеңкеңде бәрі көңілі қолымды. Артық ештеңе жоқ. Бәрі ішінде. Онда менің ұсынысыма не дейсіз? Ойландыңыз ба? Сенің ұсынысыңнан соң түні бойы ойланып ұйықтай алмадым. Сізді мазалайын деген ой болған жоқ екен. Оны қойш. Қартығымда қайдағы ұйқы. Ақыры келісейін дедім. Келісесіз бе? Не боларға қайдам? Бұны да көрейік. Әке, мұныңыз дұрыс бол. Өзім бәрін үйретім. Қолыңыздан келеді. Сен демеспін. Сонда да тәуекел. Басында солай болады ғой. Мен кішкене отырайыншы. Келіңіз, әке, отырыңыз. Дүкеннің құрылысын қашан бастамақшысың? Осы айдың аяғында жерін алып қойдым. Қолайлы тұс. Құрылысқа рұқсатым да бар. Онда тағы бір менде сауалым бар саған қояр. Иә, әке? Дидаржан, балам-ау, бүгін өзімге барып балық аулап кетейікші. Кешіріңіз, әке. Осын сізге айтам деп жүріп есімнен шығып кетті. Бүгін кішкене уақыт ыңғай болмай тұр. Онда былай істейік, әке. Осы демалыста мен сізді арнайы балық аулайтын жерге алып барайын. Осыған қалай қарайсыз? Кестік. Бәрекелді. Мадина, мен қыдыруға шыққаныңа рахмет. Нұртас пен Акиконың сөзіне әлі сене алмай тұрмын. Сенің толқып тұрғаныңда түсінемін. Әрине, осындай жағымды жаңалық күнде болар бермейді. Алғысымды қалай айтам. Олар мүмкін еместі, мүмкін етті ғой. Нұртас сені жақсы көреді. Ал жақсы көрген адам тау қопарып, тас бұзады. Білесің бе? Менің көзім мүлде көрмей қалатын шығар деп ойлағам. Сөйтіп жүргенде алдымнан жарық сәуле жарқ ете түсті. Мен сен үшін қуаныштымын. Бүгін сондай бақытты күн. Ота сәтсіз болады деп ойлағым келмейді. Жарық күнді көрсем ғой шіркін-ай. Жақсы келді. Бәрі сәтті болады. Уайымдама. Қаншама азапты бастан өткіздік. Жетеді. Енді жолың ашылуы керек. Менің Жапонияға барып емделетініме сене алар емеспін. Осыны Ақмарал естісе ғой. Жақсы келді. Сен оны әлі ойлайсың ба? Ұмыта алмайым. Ұмытқым келсе де. Өткен шақпен өмір сүруге болмайды. Одан да қара көзілдеріңді тастайтыныңды, көп жылдан бері көрмеген жарық дүниені көретініңді ойласаңшы, жақсы келді.
дұрыс айтасың. Бүгін менің жаңа өмірім басталды. Иә. Мен оған дайынмын. Міне, дұрыс.